жүректегі инфаркт қаупін азайтатын, холестеринді төмендетіп, қаназдықпен күресіп, иммунитетті көтеретін пайдалы тұстары ғылыми дәлелденген. Бүгін сіздермен бірге 100 жаса каналы лимонның пайдасы жайында айтатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, өздеріңізге керек ақпаратты аласыздар деген ойдамын. Және де менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі. Өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көп деп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден лимонды еске алыңыз. Қазір біз сіздердің назарларыңызға лимонмен емдеуге болатын 7 ауру түрін ұсынамыз. Бірінші, тамақ ауруы, ангина. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып, қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 3-тен 1 бөлігін алып, сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз, немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. Бронх қабынуы кезінде сарымсақпен араласқан лимон сізге денсаулығыңызға күшті әсер етеді. Оны дайындау үшін сіз 5 лимон мен 4 сарымсақ бөлігіне 1 литр қайнаған су құйып, қақпағын қатты жауып, 5 тәулік мұздай қараңғы жерде ұстауыңыз керек. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан 20 минут бұрын шай қасықпен ішіңіз. Егер жүрегіңіз айнса, жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимон шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады. Тұмау. Тұмау кезінде дәрілік шөптермен және лимонмен шай ішіңіз. Әсіресе жалбыз, қырмызы, шатраж, қырықбуын, бақбақ жапырақ секілді шөптермен ішкеніңіз жақсы. Мұндай қоспалар ағзаңыздағы кальций мөлшерін көбейтеді, ал кальций қызуыңыз көтерілгенде керемет көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесіндегі атеросклероз ауруын емдеу үшін 1 ас қасық қарағай қылқанына 1 стакан қайнаған су құйып, 30-60 минут суығанын күтіңіз. Дайын болған тұнбаны сүзгіден өткізіп, қабығы ашылған және ұнтақталған жарты лимонмен араластырып, күніне 3 рет тамаққа дейін тұтыныңыз. Емделу курсы 15-20 күн. Бауырдың қабынуы, гепатит кезінде лимон суын немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтынуыңыз керек. Ол лимонның қабығын аршып, 2-ге бөліп, үстіне қайнаған су құйып, 12 сағат қалдырыңыз. Дайын болған соң 1 стаканнан аш қарынға ішуді ұмытпаңыз. Артериялық қан қысымының төмендеуі. Артериялық қан қысымыңыз жиі төмендесе, 5-6 лимонды ет тартқыштан өткізіңіз. Дайын болған лимон езбесіне 100 грамм шағыр гүлінің жапырақтарын қосыңыз. Бұл дәрілік өсімдікті барлық дәріханадан табуға болады. Ботқаға 1 литр қайнаған салқын су құйып, 36 сағат тоңазытқышқа салып аштыңыз. Содан кейін жарты килограмм бал қосып, барлығын жақсылап араластырып, қайтадан 25 сағатқа тоңазытқышқа қойыңыз. Тұнбаны тамақ ішуіңізге жарты сағат қалғанда күніне 4 реттен ішіңіз. Осылайша 3 апта қайталасаңыз, ауруыңыздан бір жола айығасыз. Лимон жоғарыда айтылған ауру түрлерінің алдын алуға көмектеседі. Ауру айтып келмейді дегендей, бұл жемісті қай жерде жүрсеңіз де өзіңізбен бірге алып жүруге тырысыңыз, ем болсын.